Төртінші есепті шығару үшін алдымен өлшем бірліктерін түрлендіріп аламыз. Төртінші есептің біріншісінде 9 метр азайту 205 сантиметр. Қанша сантиметр болатын табуымыз керек. Алдымен мына 9 метрді мына сантиметр сияқты түрлендіріп аламыз. 9 метрді 900 сантиметр қалай шықты? Өйткені 1 метрде 100 сантиметр. Яғни 100-ге көбейтеміз немесе соңына 2 нөлді тіркейміз. Сонда 900 сантиметр. Енді екеуі бірдей болды. 900 сантиметр мен 205 сантиметрді бір-бірінен азайтамыз. 900 сантиметрден 205-ті азайтқанда сантиметр өлшем бірліктері сол күйінде жазылады астасына. Одан кейін мұнда 0, 9-ның біреуін береміз ойдағысын. 10 болады, 10-нан 5 азайтқанда 5. Одан кейін қасында мынау 9, 9-дан 0 азайтқанда 9. Енді мына 9-ымыз мана біреуін бергендіктен азайып қалды. Кейінге шегеріледі, яғни 8 болады. Демек 8-ден 2-ні азайтамыз. Сол кезде 6 шығады. 695 сантиметр. 695 сантиметр. 9 метрден 205 сантиметрді азайтқанда 695 сантиметр. 1 метрде 100 сантиметр. 1000 миллиметр. 1 дециметр 10 сантиметр 100 миллиметр. 1 километрде 1000 метр бар. 100 000 сантиметр. 1 тәулікте 24 сағат. 1 центнерде 100 килограмм. 100 000 грамм. 1 тоннада 1000 килограмм. 1 тоннада 1 миллион грамм. 1 килограммда 1000 грамм. Қалған есептерді осы үлгіге қарай отырып түрлендіреміз. 6-шы есеп шарты шешуі жауабын жазамыз. 6-ның асы шарты сым 4 метр, бөлігі 3-тен 1 бөлік, барлық ұзындығын табуымыз керек. Барлық ұзындығын табатын кезде біз көбейтеміз. Шешу барлық ұзындығы тең. Сым 4 метрді көбейтеміз. Мына бөлік 3-тен 1 бөліктің 3 бөліміне көбейтіп 1 алымына бөлеміз. Бірінші көбейтіп аламыз, сосын бөлеміз. Қанша шыққан мәнін жазамыз, қанша метр екен. Әсі шарты сым 27 метр, орама алынды 3-тен 1 бөлігі, енді кесіп алынды қанша метр сым. Осыны өздерің табасыңдар. Яғни барлығын табу керек болса көбейтетін болсақ, бөлігін табатын кезде бөлеміз.